Сәлеметсіздер ме, достар? Біз Махмутларға Салы Пазар деген магазинге барайын деп жатырмыз. Сол жақтағы бағаларды сіздерге көрсеткім келіп тұр. Біз үйге анау-мынау алайын деп едік. Халық осы жерден нан алады. Нанның бағасы 350. Супермаркетте 5 тұрады. Дәл орталық мешіттің қасында. Мінекей біз шықтық. Махмутларда. Мына жерде почта орналасқан. Мына жерде English Home и Салы Пазар. Айтпақшы, Түркияда техника біздікінен қымбат болады. Осы жақта тұратын қазақтардың көбісі техниканы Қазақстаннан алып келеді екен. Түркияға Қытайдан техника алып келу тиімсіз. Сонымен қатар түріктер өз экономикасын дамыту үшін өндірістерін қолдайды. Түрік әйелдер әрқашанда өз үйлерін тазалықта ұстайды. Сол үшін тазалыққа арналған неше түрлі химияларды кездестіруге болады. Олардың бағалары қолжетімді болып келеді. Базардың ішінде неше түрлі тауарларды кездестіруге болады. Түріктер Ататүркті өте жақсы көреді. Сол үшін оның суретін кез келген жерде кездестіруге болады. Мінекей тағы да Ататүрктің суреті. Салы Пазардың ассортименті неше түрлі. Бұның ішінде мектепке, оқуға арналған тауарлар, бытовая химия, шампунь, парфюм, сумка, киім, кілем, текстиль, ыдыс-аяқ табуға болады.
бұлардың сапасы 3 этаждық. Осындай лифтпен көтерілуге болады. Екінші қабатында киім мен ыдыс-аяқтар. Үшінші қабатында кілем, сумка және текстиль табуға болады. Мына жерде неше түрлі ыдыс-аяқтарды қолжетімді бағамен табуға болады. Ыдыс-аяқтың неше түрлісі бар. Ішінде аралап жүрсең, байқамай уақыт кетіп қалады екен. Осы магазинде техникадан басқан бәрі арзан. Осы видео сіздерге қызықты болған деп үміттенемін. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.